Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі әрі дәмді болып шығатын мантының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрамын дайындаймыз. Мен алдын ала қамырымды дайындап алдым. Керекті заттарды описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен пиязымызды алып, майда етіп 4 бұрышқа турап аламыз. Міне пияздарымызды турап алдық. Оны кішкене ғана тұз қосып, пиязымыздың суы шықсын деп жақсылап езіп алып тураймыз. Енді асқабағымызды да 4 бұрышты майда етіп турап аламыз. Барлық заттарымызды турап алдық. Кішкене майымызды және тартылған етімізді және де қара бұрышты тұзымызды, кішкене суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұндырылған қамырларымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Міне дайын тұрған қамырларымызды салфанға салып қоямыз. Енді қамырларымызды жайып шығамыз. Міне қамырымыз дәл осындай жұқалықта шығу керек. Енді осыны мантының қамырларына осылай видеодағындай кесіп алып шығатын боламыз. Енді қамырларымызды 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Алдын ала дайындап қойған салмамызды қамырларымыздың барлығына салып шығатын боламыз. Міне салып шықтық. Енді дәл осы видеодағындай мантыларымызды түйіп шығамыз. Мантываркамызға майымызды жағып, мантыларымызды орналастырамыз. Және де қайнап тұрған суға пісіріп аламыз. 45 минут тұруы керек. Міне мантыларымыз дайын болды. Видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сізбен болашақ сұлу